Баршаңызға сәлем, мен Дина Мұқатай. Бүгін Қазақстан Швейцариясы Катон-Қарағайдағы емдік демалыс жайында ақпарат беретін боламын. Катон-Қарағайдағы санаторийде қандай ем түрлері бар? Не үшін мұнда адамдар Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп емделеді? Бүгін осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Жалпы Қазақстандағы ең ірі ұлттық парктың бірі бұл Катон-Қарағай. Мұнда тек табиғаттың көркемдігі ғана емес, сонымен бірге денсаулықты жақсартатын емдік мүмкіндіктер өте көп. Өскеменнен Катон-Қарағай ұлттық паркіне дейін 330 км. Шамамен жол ұзақтығы 4-5 сағат уақытты құрайды. Катон-Қарағайға жеткенше көз тоймас көркем табиғатты тамашалап барасыздар. Биік таулар, сыбдырлаған орман, мөлдір бұлақтар, жайқалған жайлау, бәрі бір суретте әсер қалдырады. Бұл сапар сізге тек тынығу емес, жан дүниеңізге шипа болары сөзсіз. Әрбір шақырым сайын табиғаттың жаңа көріністері ашылады. Таза ауа, жан тыныштығы мен әсем көріністер шаршағаныңызды ұмыттырып, ерекше күйге бөлейді. Жол бойы табиғаттың әсем көрінісіне тамсанып, Катон-Қарағай өңірінде орналасқан ерекше демалыс орны Беловодье туристік базасына табан тіредік. Бөлменің іші өте таза. Бұнда жеке душ, дәретхана, ыстық су, Wi-Fi барлығы қамтылған. Бұл демалыс базасында 2 адамға, 3 адамға және 4 адамға арналған бөлмелер бар. Бөлмелердің категориясына байланысты бағалары да әртүрлі болып келеді. Туристік базада демалушыларға жайлы орналастырумен қатар 3 уақыт тамақтану да кіреді. Таңғы ас және түскі кешкі ас барлығы табиғи жергілікті өнімдерден дайындалып, ұлттық дәммен ұсынылады. Тамақ мәзірі құнарлы, денсаулыққа пайдалы және әртүрлі. Сонымен қатар таңғы ас кезінде міндетті түрде пантагематоген ұсынылады. Бұл маралдың мүйізінен алынған иммунитетті күшейтіп, ағзаны сергітетін табиғи өнім. Бұл демалыс орнында бірнеше емдік қызметтер бар. Солардың бірі панталық ванналар. Бұл марал мүйізінен алынған экстракт қосылған жылы суға түсетін емдік процедура. Ол өз кезегінде қан айналымды жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Буын мен бұлшықеттер ауырған кезде жеңілдік береді. Жүйке жүйесін тыныштандырып, теріні жасартуға көмектеседі. Келесі кезекте фитобочка, яғни табиғи шөптермен булап, денеге жұмсақ әсер ететін тиімді сауықтыру әдісі. Катон-Қарағайдағы санаторийлерді кеңінен ұсынылады. Яғни оның пайдасы токсиндерді шығарып, қан айналымды жақсартады, иммунитетті күшейтіп, теріні тазартады. Сонымен бірге фиточайлар да ұсынылады. Бұл емдік шөптерден дайындалған табиғи шай. Әртүрлі өсімдіктердің жапырағы, гүлі, тамыры пайдаланылады. Фиточайдың пайдасы ас қорытуды жақсартып, қан қысымды реттейді. Ұйқыны тыныштандырып, қабынуға қарсы әсер етеді. Шлактар мен токсиндерді ағзадан шығарады. Катон-Қарағайдағы санаторийлерде қолданылатын негізгі дәрілік майлар табиғи негізде көбіне жергілікті өнімдерден дайындалады. Солардың біреуі панталық майлар. Ол өз кезегінде бұғы мүйізінің сығындысынан жасалады. Көбінде буын, омыртқа ауруларына, артрит, артрозға, остеохондрозға пайдалы. Келесі кезекте қарағай майы. Ол бұлшықет пен буын ауруларында, ревматизмде, қабынуға қарсы әсер етеді және жараларды жазуға көмектеседі. Катон-Қарағайда шөптердің сығындыларына жасалған емдік настойкалар кеңінен қолданылады. Олар табиғи шөптерден алынып, денсаулықты нығайтуға, түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Бұл пантагематоген маралдың мүйізінің қаны, алтын тамыр, қызыл тамыр қосылып сироп қайнатылады. Соған қанды қосып, жаңағы үстіне біраз арақ қосып, мүйізінің қанының құрамында көптеген витаминдер болады. Енді бұл гемоглобин көтереді, иммунитет көтереді. Содан кейін көктем, күз кезінде адамдар әлсіреген кезде адамға күш береді. Пантакрин деген екеуі бірдей, просто халық пантакрин деп атап кетті, негізі пантагематоген деп аталады. Жалпы бұл аймақта бұғы шаруашылығы өте жақсы дамыған. Себебі бұл өңірдің табиғи жағдайы бұғыларды өсіру мен панта өндірісіне өте қолайлы. Осыған орай бұғы мүйіздерін кесу процесін көру мүмкіндігіне қатыстық. Бұл ерекше тәжірибе бізге бұғы шаруашылығының қаншалықты жауапкершілікпен және ұқыптылықпен жүргізілетінін көрсетті. Мамандар жануарларға зиян келтірмей кәсіби түрде жұмыс істеді. Кесілген мүйіз арнайы өңдеуден өтеді, онда дәрумендер мен дәрілік заттар алынады.
Марал мүйізін кесу уақыты нақты айларға байланысты болады. Көбінесе маусымның ортасынан шілде айының ортасына дейін созылады. Бұл кезеңде мүйіздің қан тамырлары мен ұлпалары ең белсенді болып, оның емдік қасиеттері жоғары болады. Катон-қарағайдың көркем табиғатын артқа тастап, келесі күні Рахман қайнарына қарай жолға шықтық. Жол бойы Алтайдың әсем табиғаты, биік таулар, өзен, көлдер, жасыл ормандар көз қуантады. Тастар мен өзен өткелдері, тау жолдары бар кей жерлерде биікке көтерілу немесе еңіспен түсу керек болады. Сол себептен бұл бағытқа жол талғамайтын көлікпен шыққан дұрыс. Рахман қайнары Катон-қарағай ұлттық паркының аумағында теңіз деңгейіне 1760 метр биіктікте орналасқан. Оның ең басты ерекшелігі радонды минералды жылы сумен әлемге танымал. Табиғи көл жағасында орналасқан. Айналасы қалың орман, таулы климат, таза ауа, тынығуға өте тамаша жер. Радонды жылы судың температурасы 34-42 градусты құрайды. Жалпы радон қабынуға қарсы, ауырсынуды басатын, тіндерді қалпына келтіретін табиғи шипалы элемент. Жалпы Рахман қайнарында минералды су көздері орналасқан. Олар өзінің емдік қасиеттерімен танымал. Минералды су денсаулықты жақсартуға, тері ауруларын, ас қорыту жолдарының мәселелерін емдеуге көмектеседі. Жалпы Рахман көлінде қайықпен серуендеу ерекше әсер мен тыныштық сыйлайды. Рахман қайнары маңында көздің жауын алатын бірнеше табиғи сарқырамалар орналасқан. Катон-қарағай табиғаты мен емдік мұрасын ғылыми тұрғыда зерттеп, сол арқылы бұл өңірдің құндылығын арттыруға үлкен үлес қосқан тұлға Сәлкен Хасенұлы Сұбханбердин. Келесі күні Катон-қарағай ауданындағы тарихи мәдени маңызды нысан Берел мұражай қорығына жол тарттық. Ол өз кезегінде әлемге әйгілі Берел қорғандарының орнында орналасқан. Бұл жерде скиф сақ дәуіріне жататын патша қорымдары табылған. Ең танымалы нөмір 11-ші қорған. Мұнда сақ көсемі мен оның серіктері, құрбандыққа шалынған жылқылар қазылып алынған. Ең қызығы, мұз астында сақталған жылқылардың ер тұрманымен бірге табылуы. Бұл ежелгі көшпенділердің мәдениеті мен өнерін терең танытады. Қорық музейде археологиялық жәдігерлер, көне әшекейлер, ағаштан жасалған бұйымдар, киім-кешек үлгілері, ер тоқымдар көрсетілген. Сондай-ақ бұл жерде ежелгі сақтардың өмір салты, наным-сенімдері мен өнері жайлы толық мағлұмат алуға болады. Жалпы Берел музей қорығы тек археологиялық орын емес, қазақ даласының терең тарихын сезінуге мүмкіндік беретін рухани мекен. Катон-қарағайдың әдемі табиғатында қымыз бен саумал ішетін шипалы орындарға барып ерекше әсер алдық. Таза ауа, кең дала, жайылып жүрген биелер, барлығы шынайы ауыл өмірінің көрінісі.
Жаңа сауылған саумалдың дәмі ерекше, ал ашытылып пісілген қымыз нағыз ем. Асқазан ішек жолына, иммунитетке, жүйке жүйесіне пайдалы бұл сусындарды сол жерде отырып ішудің өзі бір ғанибет. Денсаулыққа шипа, жанға тыныштық сыйлайтын осы орындар Катонның тағы бір байлығы екенін сезіндік. Келген әр адамға қазақтың дархан көңілін, қонақжайлылығын сезінуге мүмкіндік бар. Сөзбен айтып жеткізе алмайтын сұлулық пен тыныштықтың мекені Катон қарағайды Қазақстан Швейцариясы деп бекер айтпаған екен. Сіздер де келіңіздер, көріңіздер, ғажайыпты бірге сезініңіздер.